Редьярд Джозеф Киплинг Маугли. Сиония тауларында күн ұясына қонды. Күні бойы демалған қасқыр әке аңға шығып бара жатқан уақытта үңгірдің түбінде қалың бұта қозғалғандай болды. Қасқыр әке жайлап қарады да кері шегінді. Мәссаған, бұл адамның баласы ғой, ол мұнда қалай келген екен? Қалың бұталар арасынан кішкентай бала оған қарай жақындап келді де қасқыр әкенің жалына шап беріп жармасты. Бөлтіріктерін емізіп жатқан қасқыр ана басын көтерді де былай деді: "Мынаны қара, сенен тіпті де қорықпайды ғой, бері қарай алып келші." Қасқыр әке абайлап баланы тістеп әкеліп бөлтіріктерінің жанына жатқызды. Баланың қарны ашып қалған екен. Қасқыр ананы еме бастады. "Өзің ештеңеден қорықпайтын сияқтысың ғой. Сені бүгіннен бастап Маугли деп атайтын боламыз" дейді. Бір уақытта үңгірге табаки ұрланып кіріп келді. Бұл шакал қорқау қасқырдың жүрмейтін жері жоқ еді, және ол ешқашан да жақсы хабар айтпайтын. Міне, қазір де ол Мауглиді көре сала: "Шерхан осы төңірекке аңға шығатын болды" деді. Қасқырлар бір-біріне қарады. Жаңағы ақсақ жолбарыс Шерхан тағы да джунгли заңын бұзыпты ғой. Кім аңға шығатын орнын ауыстырса, ол осы тауды мекендеушілерге алдын ала айтуы тиіс еді. Алайда Шерхан жолбарыстың бұзған заңы бұл ғана емес. Бұл ғана емес еді, ол адамдардың баласын ұрлайтын. Артынша ашулы адамдар джунглиға келіп, төңіректің бәрін өртеп кететін. Міне, осындай қылығы үшін де Шерхан жолбарысты ешкім ұнатпайтын. Бір уақытта ақырған дауыс естіліп, үңгірге үлкен жолбарыс кірді. "Баланы маған беріңдер, ол менің олжам. Мұны айтып тұрған мен, Шерхан." Қасқыр ана орнынан ыршып түсті. "Бала менікі, естіп тұрсың ба? Мен Ракша, қасқыр ана, баланы саған бермеймін. Маугли енді бізбен тұрады, және ол қасқырлармен бірге аңға шығады. Кет бұл жерден, Шерхан" дейді. Қасқыр ана өз балаларын қорғау қажет болғанда өте қауіпті екенін Шерхан білетін. Сондықтан ол кері шегінді. Алда болатын кеңесте үйірдің не дейтінін көреміз. "Көрде тұр, бала менікі болады" деп ырылдады жолбарыс. Сөйтті де келген ізімен кері қайтты. Қасқыр әке ойланып қалды. Бөлтіріктер есеген кезде оларды үйір кеңесіне алып баратын заң бар. Ол жерде ересек қасқырлар олармен таныс болып, кейінірек джунглиде кездесіп қалып жатса, көмек берер еді. Басқа қасқырлар үйірде адам баласының пайда болуына қалай қарайды екен? Ол жағы белгісіз. Міне, кеңес өтетін күн де келіп жетті. Жартаста үйірдің көсемі бөлтіріктерде жатыр. Қасқыр әке Мауглиді ортаға шығарған уақытта Шерханның ақырған дауысы естілді. "Біз сияқты азат елге адам баласының керегі не? Оны маған беріңдер." Джунгли заңы бойынша адам баласы үйірде қалу үшін ата-анасынан бөлек екі ересек өз келісімдерін берулері керек еді. Акела жан-жағын шолып шықты. Ешкім үндемеді. Бір уақытта ортаға ақырын қозғала басып, Балу аю шықты да: "Мен адам баласы үшін дауыс беремін. Оны үйірімізге қабылдандар, бізбен бірге өмір сүрсін. Мен оған бәрін үйретемін" деп ақырды. Балу
жас бөлтіріктерге джунгли заңын үйрететін кәрі аю еді. Қасқырлар оны қатты құрметтейтін, тіпті оған кез келген жерде жүруге рұқсат ететін. Себебі ол тек ағаш тамырларын, жаңғақ пен бал жейтін. Қасқырлардың аңға шығуына титтей де кедергі келтірмейтін. Балу, сенің даусың қабылданды. Бірақ адам баласын үйірде қалдыру үшін бізге тағы біреу керек, деді Акела. Ортаға керіліп, созылып, бөлтіріктерді қайсарлыққа баулайтын, аңға шығуды үйрететін қара пантера Багира шықты. О, Акела, жатқан азат ел, мен үйір кеңесінде дауыс бере алмаймын. Бірақ джунгли заңында баланың өмірін сатып алуға болады делінген, және заңда кімнің сатып алуына болатыны, ал кімнің сатып алуына болмайтыны туралы ештеңе айтылмаған. Менің айтып тұрғандарым дұрыс па? Я, деп айқай салды үйір. Бәрінен де үнемі аш жүретін жас қасқырлардың даусы қатты шықты. Балудың айтқанына қосарым, жаңа ғана мені өлтірген жас әрі семіз бұқан еті осы маңнан алыс емес жерде, жартастардың ар жағында жатыр. Осыған келісесіңдер ме? Маугли қалсын бізбен бірге, дейді пантера. Жас қасқырлар шу ете қалды. Я, қалсын. Бұл баланың бізге еш зияны болмас. Ал енді Багира, бізге бұған қай жерде жатқанын көрсетші, деді. Осылайша Балу мен Багираның арқасында Маугли қасқырлардың үйіріне қосылды. Ол бөлтіріктермен бірге ойнап, бірге өсті. Кейде достарының табанына қадалған тікендерді алып беретін, өйткені оған қолмен алу оп-оңай болатын. Қасқыр әке оларға түрлі дыбыстар мен иістерді ажыратуды, үйірімен бірге аңға шығуды және жалғыз жүріп тамақ табуды үйретті. Сөйтіп бала Маугли джунглиді бұрынғыдай бөтенсімейтін болды. Қасқыр ана шырғанға сенуге болмайтынын, оның жау екендігін және күш қайраты толысып ер жеткенде жолбарыстан кек алатын күн туады дегенде Мауглиға талай рет айтқан болатын. Маугли басқа бөлтіріктер сияқты тек ата-анасынан ғана үйренбейтін. Ол Балу және Багирамен да дос еді. Балу Мауглиға жыртқыш аңдарды да, шөпті қорек қылатын аңдар да сақтауға тиіс джунгли заңын түсіндіретін. Тек шырхан мен маймылдар ғана бұл заңға бағынбай, оған қайшы келетін әрекеттер істейтін. Сөйтіп уақыт өтіп келе жатты. Маугли да үлкен жігіт болып өсіп келе жатты. Маугли Балу ұстаздан аңдар мен құстардың тілін түсінуге көмектесетін джунглидің ұлы сөздерін үйренді. Багира болса Мауглиге биік ағаштарға жылдам өрмелеуді көрсететін және адамдар туралы айтып беретін. Өйткені ол джунглиде емес, адамдар арасында туған болатын және олардан біраз үйренгені де бар еді. Джунгли Мауглиға үй сияқты болып кетті. Джунглиде бармаған жер жоқ еді. Оның әрбір ағашына дейін білетін. Өкінішке қарай Балу мен Багира оның сұр маймылдар бандарлықтармен байланыспауын ескертуді ұмытты. Ал джунгли халқы мән бере қоймайтын маймылдар Мауглиді баяғыдан аңдып жүрген. Ол да маймылдар сияқты артқы аяқтарымен жақсы жүретін және ағаштан ағашқа оп-оңай секіре беретін. Олар бандарлықтар. Олардың ойынша Маугли шыбықтарды өріп, одан үй жасай алатын. Сол үшін де олар Балу мен Багираның жанында алаңсыз ұйықтап жатқан баланы бас салып ұстап алып, биік ағаштарға өрмелей жөнелді. Олар Мауглиді ұрлап алып кетеді. Маугли оларға қарсылық көрсетсе, төменге қарай құлайтынын, достары бұл маймылдарды қуып жете алмайтынын түсінді. Сөйтіп, ол достарын
достарына хабар айтудың амалын ойластыра бастады. Бір уақытта Маугли аспанда ұшып жүрген қара құс Ранды көріп қалды. Ол мына маймылдардың қайда шапқылап бара жатқанын қызықтап келе жатқан. «Сен және мен, екеуміздің қанымыз бір», деп Маугли джунглидің ұлы сөздерін айтты. Мұны естіген Ран аздап төменге түсті. Мауглидің қасына барып ұшты. «Мені әкетіп бара жатқан жолды есіне сақтап қал», деп айқайлады Маугли. «Балу мен Багира достарыма мен туралы айтшы, дейді. «Бауырым, кім деп айтайын?» дейді құс. Ран Мауглиді бұрын көрмеген еді, бірақ ол туралы естіген. «Менің атым Маугли, адам баласымын», дейді. Бұл уақытта бандарлоктар Мауглиді иесіз қалған қалаға алып бара жатты. Джунгли халқы ол жаққа ешқашан аяқ баспайтын. Жыландар жайлаған ол жерге ара-тұра тек қана маймылдар баратын. Балу не істерін білмей тұрғанда, маймылдардың кімнен қатты қорқатыны есіне түсті. Қалай ғана ұмытып кеткен екен? Олар Ка атты жыланнан қорқады емес пе? Ка жыланның қарны аш еді. Сондықтан да Мауглиді құтқаруға келісті. Достары көмекке келгенше маймылдар Мауглиді әбден шымшылап, біресе ананы үйрет, біресе мынаны үйрет деп әбден есін шығарды. Бірақ өздеріне не керек екенін білмейтін маймылдар бір шешімге келе алмады. Міне енді түн болды. Аспанда ай көрінді. Ескі қаланың қақпасына жасырынған Багира мен Каның да күткені осы еді. Себебі ашық шайқасқа шығу үшін маймылдар тым көп болатын. Олар білдіртпей келіп, маймылдарға шабуыл жасады. Жүгіріп жеткен Балу да шайқасқа кіріп кетті. Багира мен Балу жан-жақтан жабылып кеткен маймылдарды жан-жаққа лақтырып жатқанда, Ка бірнеше сөз айтып, маймылдарды арбап тастады. Бәрі аяқталғанда Маугли өмірін құтқарып қалғаны үшін жылан Каға алғыс айтты. «Бүгіннен бастап мен саған қарыздармын, Ка. Менің олжам, сенің олжаң», деді. «Тамаша айтылған сөз», деп ысылдады алып жылан. «Менің оқушым», деп мақтанды Балу. «Иә, ұстаздарынан жақсы тәлім алғанын көрініп-ақ тұр. Екеуміз тіл табысып кетеміз деп ойлаймын, балақай», деді Ка. Содан бері Маугли мен Ка бірге уақыт өткізді. Екеуі дос болып кетті. Екеуі бірге суда жүзіп күнге қыздырынды. «Сені жеуден басқа ойы жоқ Шерхан туралы айтпай-ақ қояйын», деді бір күні Ка суға түсіп болғаннан кейін. «Бірақ сенің тісінде ақсиған азуың да жоқ. Қалай аңға шығасың?» «Ой, ол жағын уайымдамай-ақ қой, Ка. Қасқырлардың үйірімен аңға шығатын білесің ғой. Мен де кез келген аңды ұстай аламын», деп айтты Маугли. «Балақай, соңымнан ер. Мен бір жерден темір тіс көргенмін. Ол саған қажет болып қалар», дейді. «Темір тіс? Багира маған ол туралы айтқан сияқты», деп есіне түсіруге тырысты Маугли. Сөйтті де ұзап кеткен Каның соңынан жүгіре жөнелді. Олар ескі қалаға жеткенше бүкіл джунглиді жүріп өткендей болды. Бізге керек жер осы екен ғой. Бірақ мына тастардың арасына не табамыз?» деп таңғалды Маугли. «Тыныш қана соңымнан жүр. Тек абайляс», деп ысылдады Ка. Олар қабырғаның ойылған жерінен тура жер астына түсті.
күн сәулесі саналаудан зорға көрініп тұрған. Бұл жерден бірдеңе көрем деу бос еді. Кенет Мауглидің дәл аяқ астынан «Шшшш» деген дыбыс шықты. Анықтап қарай еді, үлкен кобраның жанында тұрғанын көрді. «Сабыр сақта, жылан ана», деді Ка. «Бұл адам менің досым», деді. «Адам», деп қайталады кәріліктен әбден әппақ болып кеткен кобра. «Мен күзеткен нәрсені алуға көп адам келген. Сенің көп уақытыңды алмаймыз», деп сабырлы қалыппен жауап берді Ка. «Сен күзететін заттардың ішінен бізге тек темір тіс қана керек. Бұл адам баласы менің досым, және ол джунглида өмір сүреді. Оған өткір тіс қажет, берші оған», деді. «Демек, темір тіс қой керегі?» «Ха-ха-ха-ха-ха», деп кобра күледі. «Іздеп көріңдер, бірақ осы уақытқа дейін бұл жерден ешкім ештеңе алып кете алған емес», деді. Мауглидің қараңғыға көзі үйрене бастады. Бір уақытта Каның айтып тұрған затын көріп қалды. Бір аттап барып, әрең түскен күн сәулесінен жалт-жалт еткен жатқан пышақты қолына алды. Кәрі кобра Мауглиге атылмақшы еді, бірақ шамасы жетпей, тек ысылдап қала берді. Ал Маугли мен Ка жер бетіне шығып, джунглиға оралды. Мауглиға темір тісті пышақты Багираға көрсетті. Ол ойланып қалды да былай деді: «Адамдарда ақсақ жолбарысты өлтіруге көмектесетін тағы бір зат бар. Одан бөлек жақында Акелаға сенің көмегін қажет болады», деді. Акела көсем қартайды. Аңға шыққанда мүлт кеткен күн-ақ оған барлық қасқыр қарсы шығатын болады. «Айтшы, айтшы», деп өтінді Маугли. «Маугли досым, бұл қызыл гүл, яғни от. Адамдар оның шоғын кішкентай ыдыстарға сақтап жүреді. Керек кезінде ғана алып шығады», деп бастады Багира. «Қызыл оттан қорықпайтын аң жоқ шығар біздің джунглида?» «Я, мен оны алыстан көргемін. Оны тіпті кішкентай балалар да алып жүреді. Демек, менің де қолымнан келеді», дейді Маугли. Кеш батқанда Маугли ұрланып ауылға келді. Ол от салынған ыдыс қараусыз қалған сәтте оны алып, джунглиге қарай жүгіре жөнелді. Бір күні аңға шыққан Акела шынымен де мүлт кетті. Үйір кеңес өтетін жартасқа жиналды. Ол жерде Шырхан жүреді. «Маған баланы беріңдер», деп талап етті Шырхан. Кейбір сатқын қасқырлар жолбарысты қолдай жөнелді, ал кейбірі қарсы шыққанымен Мауглидің адамдар арасына қайтып барғаны дұрыс деп тапты. Өзімен бірге қызылгүл отты алып келген Мауглиді ашуланып әрі мұңайып тұр еді. Ол алдыға бір қадам аттады да былай деді: «Мен адаммын, ал сендер бауырларым емессіңдер. Сендер итсіңдер. Мына қызылгүлді көріп тұрсыңдар ма? Енді мен сендерді басқарамын», деді. Маугли қолындағы ағашты тұтатып, оны Шырханның тұмсығына бір-ақ апарды. Сөйтіп, жолбарыс Шырханның мұрты күйді. «Мені өлтіргің келеді ғой, я? Осыдан қозғалып көр. Мына қызылгүлді тура өңешіне тығамын. Кет бұл жерден. Келесі жолы келгенімде сенің теріңді жамылып келетін боламын. Ұқтың ба, кәрі мысық? Тағы айтарым, Акела көсем болып қала береді және қалаған жерінде тұрады. Бұл менің қалауым», дейді. Акела Балу
багира және мауглиға жақ болған 10 шақты қасқырдан басқасын бәрі қорыққандарынан тым-тырақай қаша жөнелді. Мауглидің кеуде тұсы ауырғаны сондай ол шыдамай жылап жіберді. Бұрындары ол жастың не екенін білмейтін, сондықтан багира адамдардың жылай алатынын айтып жұбатты. Маугли джунглиді тастап адамдар арасына кеткісі келді. Сөйтіп ол қасқыр анамен және келіп тұруға уәде берген бауырлармен қимай қоштасты. Қалаған уақытында кел, біз сені әрқашан күтеміз, Маугли, деді қасқыр әке. Арада біраз уақыт өтті. Бұл кезде Маугли адамдарға да үйреніп қалды. Оған буйволдарды бағу тапсырылды. Себебі Маугли адамдарға қарағанда жан-жануарлармен тез тіл табысатын. Күйіп қалған жерлері жазылған Шерхан джунглиға қайтып келіп, Мауглиді өлтірем деп ант етті. Маугли мұны білетін, сондықтан бірінші болып Шерханға шабуылдау керек деп шешім қабылдады. Ол дайындалды. Оның қасқыр бауырлары ақсақ жолбарысты аңдып жүретін. Бір күні олар Мауглиға жүгіріп келіп айтты: Шерхан жақын маңдағы сайда сені күтіп жүр, торуылдап жатыр, деп хабар айтты. Маугли Шерханды өлтіру үшін буйволдарды қолданғысы келді. Сөйтіп ол жолбарысты тұзаққа түсірудің жоспарын ойластырды. Оған бір қасқыр бауыры және Акела қасқыр әкесі көмекке келді. Маугли ең үлкен буйволды ерттеп мінді, ал екі қасқыр қуалап жүріп табынды екіге бөлді. Бауыры буйволдарды сайға бір тұстан, ал Акела екінші тұстан айдап әкелді. Ол буйволдарды Шерханды таптап өтетіндей етіп айдап салмақшы еді. Шерхан ұйықтап жатты. Бір уақытта тұяқтардың дүк-дүк-дүк дүбірі естілді. Ол сасқаннан сайдың біресе мына жағына, біресе ана жағына жүгіре берді. Бірақ тым кеш болатын. Қасқырлардан қорыққан буйволдар бір-біріне қарсы шауып келе жатты. Олардың арасында қалған Шерхан еш қайда қаша алмай қалды. Сөйтіп буйволдар оны таптап өлтірді. Мауглидің қуанышында шек жоқ еді, бірақ адамдар оған қасқырлардың көмекке келгенін көрген болатын. Олар қорқып, оны ауылдан қуып жіберді. Маугли бүгін қуанбаса, титтей де ренжіген жоқ. Сөйтіп ол бала кезінен асыраған қасқыр анасы мен қасқыр әкесі күтіп отырған достары Балу, Багира және Ка бар өзіне сондай жақын джунглиге оралды. Егер сізге ертегі ұнайтын болса, менің каналыма тіркеліп, видеоға аудио ертегіме лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.